Армысың қызық. Ютубта тағы да бір жазылған пікірлерге шолып жасап өтпесең болмайды. Сондайда Атабек деген азамат былай деп жазыпты: арғы дүниеде әруақтар екіге бөлінеді дейді. Бірі жәннатқа кіруші, екіншісі тозаққа кіруші дейді. Өйткені адамның денесі уақытша, аруағы мәңгі жаратылған. Бұл дүниеде өлім бар, арғы дүниеде өлім жоқ. Шайтан өлсе ол да тылсым. Ол да әруақтар сияқты, оған да өлім жоқ. Ақыр заманға дейін адам балаларын Аллах жолынан азғыруға ант берген. Қиямет күні Аллахтың жолынан азғандарға бәрі тозаққа түседі дейді. Есіңде болсын. Атабек. Қазақта бүкіл әлем сияқты дүниені екіге бөледі. Біреуі жарық, ол жерде өмір бар деп, екіншісі тылсым, ол жерде ғұмыр бар деп. Бүкіл әлем сияқты бөледі екен. Ғажап па? Ғажап. Ал енді өлімнің сәті деген бар. Шынымен өлімнің сәтінің өзін қазақ өмір деп есептейді, немесе ғұмыр деп есептейді. Адамның болмысынан шыққан әруақ жәннатқа бармайды, жаһаннамға да бармайды, барзақта да қалмайды. Осы жерде жанында қалады. Бірақ өмірден озған адам болмысынан шығып кеткен аруақ не жақсы жаққа кетеді, не тозып қалған жаққа кетеді. Қазақ жақсы жаққа кеткенде жұм ақ дейді. Неге десең, ұлтыңның аты қас ақ, ақты қаза алмасаң, тозып қалған аққа кетесің, тозаққа кетесің. Егер жақсылап қазып, соның ішіндегі ақпараттарға, Тәңірлік Құдайдың жаратқан әлемнің заңдылықтарына сәйкес болсаң, жақсы жұмылып, жұмаққа кетесің. Осы жерде ақтың ішіне кіресің. Ақтың ішінде қаласың. Ақпараттар әлеміне оранасың. Ақтың ішіндегі. Ақ деген клетка. Ғылым тілінде сито. Тоз ақта клетка. Тоз ақ. Тозақ. Біздің қазақтың дүниетанымы бойынша ол жерде от бар. Орап айтсаң, тозақты қас от деген шығады. Азаптанасың. Ақтың ішіндегі 36 градус температура өзінің шегінен тыс мөлшерге ие болады дағыны аруақ кішкене қиналады. Оның сыртында қазақта там ұқ деген бар. Өлім сәтінде болады. Тамп бар оғасын. Өмірде жіберген қатеңнің барлығының көзің алдынан кинодай болып өтеді. Жақсы жағы да кинодай, жаман жағы да кинодай болып өтеді. Соны қазақ там оқ дейді. Ал орап айтсаң, құм ат деген сөз шығады. Құм ататыныңды білесің. Тозып қалған аққа кіретініңді білесің. Әп сәтте ұғындырады. Содан кейін төртінші қазақта құрдым деген сөз бар. Құрдым. Құрдымға кетсең, ұзақ жылдар бойы өмірге қайтып орала алмайсың. Артында қалған ұрпағың азат тозады. Тозаққа түссең де азып тозады. Там бұғып бара жатқанда білесің. Жасаған иттігіңменен артында қалған ұрпағыңды өзің құртатыныңды білесің. Әруағын құртатыныңды білесің. Өйткені адамның денесі уақытша, әруағы мәңгі жаратылған дейсің. Әруақ мәңгі жаратылған. Ақ мәңгі жаратылған. Бірақ әруақ бір ұрпақ, екінші ұрпаққа ауысқан сайын ақпарат ауысып отырып өзгеріп отырады. Аруақтың болмысындағы ақпараттар өзгеріп отырады. Оны өзгертетін аталық ақпарат пен аналық ақпарат. Ата жағынан 4 жұрт, ана жағынан 3 жұрт. Оның ең түп нағашылар. Оның бәрі әйелдерден. Адамның денесі де уақытша емес. Адамның денесінен шыққан қышқылдар, алтындар, металдар барлығы өзінің негізіне тартып мәңгілік болып қалады. Әрбір оның тамшысында ақпараттар әлемі болады. Әрбір өзіне негізіне тартқан заттардың ішінде өмірде болған адамның, өмірде бұғанға дейін болған адамдардың ақпараттары түгелмен болады. Сондықтан қазақ үшін қара жер қадірлі. Неге десе, ол жерде ата-бабаның денесінен шығып кеткен, өзінің негізіне тартып кеткен элементтердің ақпараты бар. Сондықтан біз қорғандарды өте қатты қадірлейтін ұлтпыз. Неге дегенін өссең, оның ішінде ақпараттар жазылып қалады осы жерде. Әрбір бөлшегінде. Сондықтан біз өмірден озған адамдардың басына қорғандар тұрғызамыз, мазарлар саламыз. Егер ұлтын қан сасып кеткен сұмырайлар болса, жаназасын шығармай обаға тастаймыз. Бірақ оның өзінде қадірлеп жүреміз. Басына барып кейде дуа оқып кетеміз. Бәйт түсіріп кетеміз. Көкейімізден. Неге десең, қаншалықты жаман болып тұрса да, бір шым болса да жақсы ақпараттар болады. Ең құрмасы сол ақпараттарды тіктеп өмірге қайтып келуін сұрап Тәңірлік Құдайдан тілеуміз. Сағанаға да солай жасаймыз. Сағана деген жаназа туралынып алған қазақтар. Мына жерде иттігін жасарын жасап,
Бірақ өтеулерін артында қалғандар өтеп, жаназасын сұралынып болғандар сағанаға қойылады. Коллективно жерленеді. Біздің қазақ даласына қарасаң, қазақтың қанын шашқандар бар, сағана жасалынған. Бір топ болып жерленгендер бар. Кейінгі уақытқа дейін солай жасалынған. Қазір құрыды. Халқыңды шашпақ түгіл, ұлтыңды шашпақ түгіл, мемлекетіңді тозғып жіберсең де, қасерлеп, қадірлеп, басын көтеріп, кез келгенге дұға оқитындар барып, сұңғылдатып жібереді басында. Ал қазақтың көжесі бар, қарғысы бар. Ұзақ уақытқа дейін ұрпағынан қайтып келе алмайды, ұрпағы шашылады. Түкесіліп бара жатқан кезде ұрпағының өзі зар жылап, өтініп сұрап, өмірден ниеттік жасап кеткен адамның тіктелуін Құдайым алым беріп отыр, қайтарып алуға тырысқан. Біздің ұлтымызды неге азып тозып жүргенін білесің бе? Соңғы санаған жылдар бойы қазақтың өзі сұр жылан сияқты қазақты шағатын болып болды. Сұр жылан сияқты шағатын болып болды. Ал сол сұр жыландарға небір керемет мадақтап сөздер айтылып, алтындап күмбездер тұрғызылып, тіктелмесе де иттігін әрі жасап жатыр. Түсінген жоқсың ба? Түсінбейсің. Бұл дүниеде өлім бар емес, бұл дүниеде өлімнің сәті бар. Өлімнің сәтін қазақ ол өмір деп есептеген. Сондықтан пұрсат амалын жасаған. Аурудан, кеселден кетіп бара жатқан адамдардың күре тамырынан ұстап отырып пұрсат жасап, клинический, қазіргі тілмен айтайықшы, клинический өлімге айландырып, 3 жылдан 10 жылға дейін орнынан тұрғызып жүрген ұлт болатынбыз біз. Мына жарық дүниеде өмір сүріп жатқан адамның болмысын дерлігімен біліп, оның ішінде болмысында болып жатқан дүниелердің бәрін сөзбен реттей алған құдіретті ұлт болғанбыз. Отырсың ба қандай дүние? Арғы дүниеде өлім жоқ деп қояды. Ол жерде қайта оралу заңдылығы бар. Қазақтың дүние танымайынша. Ал ана бізге келген иланым жолдарының түсініктері бойынша ол жерде көттен теуіп қуып жіберу бар. Кейбір заңдылықтарды орындамасаң, сол жақта азап шегіп қалатын болар. Бірден жаһанамға кетіп, немесе барзақта қалар. Шайтан өлсе, ол да тылсым дейді. Шайтанның өлімі тылсымға жатпайды. Оттан жаралған, жерге қуылып жіберген, кінәға батып жерге қуылып жіберген. Оның не істейтіні ана исламның қолын ұстап отырған кітабында жазылып қойылған. Инсан Сафиолланың тұқымын азғыруменен тіршілік жасау. Сондықтан оның әлемі тылсым емес. Шайтан әруақтар сияқты оған да өлім жоқ дейді. Әруақтар ақ аталық аналық ұрықты жасайды. Аталық аналық ұрық әйел мен еркекті қосылаттағына тұңғыш аруақ деген жалғыз ақты жасайды. Сол әруақтанып, әріп сен мен мені жасайды. Қазіргі цифровой фотоаппарат түсіреді. Кімге түсем дейді, соларға түседі, быжынап тұрады. Ақыр заманға дейін шайтан адам балаларын Аллахтың жолынан азғыруға ант берген деседі олар. Ал бізде шайтандарды басқаша түсінеді. Біз микроб, бактерия, вирустарды адамға қастандық жасайтында, немесе оған тиіспесең, сенімен дос болып, сенімен мәңгілік өмір сүретін әлем деп есептейді. Қазақтар оны қалай айтатын білесің? Жындар, албастылар, делілер. Жалпы осылардың басын біріктіретін сөзді қалай айтатын білесің бе? Білмесең, кейін айтам. Әзірше ойлан. Шайтан қиямет күні Аллахтың жолынан азғандарға бәрі тозаққа түседі дейді. Қазақтың тәңірлік дүниетанымында қиямет қайым деген жоқ, машқар күні деген жоқ. Біздің концепциямыз бойынша мына жарық дүниені таңдап алдық. Өмір сүреміз, құлаймыз, тұрамыз, тағдырға, жазымызға, пешенеге, тауқыметке, талайымға түсеміз. Дәуренді сәттерді басымыздан кешіреміз. Жарық болғанмен жарық ол. Сүрінесің, жалғасың. Сондықтан қазақ жарық дүниеде жарыққа түсіп кетпесің үшін, сүрініп жығылмасың үшін өзінің ұлы дүниетанымдарын қалыптастырған, өсиетін қалдырған, аманатын қалдырған, мирасын қалдырған, мұрасын қалдырған. Осылардан сүрінбей өтсең, сен жұмаққа ие боласың, ұрпағыңнан тез туасың. Осыдан сүрініп жығылып жүріп, бірін білмей өмірден олсаң, тозып қалған ақ ие боласың. Өмірге қайтып келуің ұзаққа кетеді. Оны сен өмірдің сәтінде білесің. Оны қалай дейді екен? Жаңа ғана айттым. Есіңе қайтадан түсірейін. Там оқ дейді. Тіктеле алмай, құмататыныңды, артыңда қалған ұрпағыңды қорғап қоршап, желеп жебей алмайтыныңды біліп,
тырбаңдап қаласың. Одан кейін қазақта құрдым деген бар. Жоқ болып кетпейсің. Ұзақ ғасырлар бойы, ұзақ дәуірлер бойы, ұзақ замандар бойы мына өмірге қайтып келе алмайсың. Біздің қорқатынымыз сол. Аңдып басып, табиғаттың заңына деп қоямыз. Шын мәнінде деннің заңына сәйкес болып, өмір сүріп, жұмылған аққа ие болып, өмірге қайтып келу. Қиямет қайым бізде жоқ. Машқар күндесі жоқ. Біздің жаратушымыз Құдай бізді сұраққа алмайды. Оның заңдылықтары бізді сұраққа алуы мүмкін. Әрине, сенің надан екенің белгілі болған кезде, сенің аруағыңның өзі болмысыңды тоздырады. Есің жиған күні жаңағы зақылықтардың бәрін қайтадан біле бастайсың. Сосын айтасың, керемет екен ғой мына жарық дүниеде. Жарық деп құлап, сынық деп қорқып жүрсем, жарық не керемет екен ғой. Не құрылым ұзақ өмір сүрсем екен деп армандайсың. Ал адамға ең құрғанда 1000 жыл өмір сүру мүмкіндігі берілген. Шешімі жоқ ойлардың тұңғиығына сүңгіп кетеміз дағыны, тісіміз түсіп, шашымыз ағарып, быт-шытымыз шығып қартайып қаламыз. Сондықтан жұмым ақты, таза ақпараттармен мына жарық дүниеге қайтып келесің. Солай. Сау бол.